Дональд Трамп әлемге әйгілі миллиардер. Ол ондай миллиардқа қалай жетті? Өзі жетті ме, болмаса оның әке-шешесі бай болды ма? Давайте осы туралы әңгіме қозғаймыз, ары қарай тыңдаймыз. Дональд Трамп 1946 жылы Нью-Йоркта дүниеге келеді. Оның әкесі тоже бай болады, строительный фирмасы болады, кәдімгіше қалалар шет жағындағы үйлерді салатын болады. Яғни әкесі бай болған, отбасы жалпы бай болған. 1970 жылдары Дональд Трамп әкесінен 1 миллиард доллар алып инвестиция салады жаңағы құрылысқа байланысты. Бірақ ол қаланың сыртындағы үйлер емес, қаланың ішіндегі орталықтағы Нью-Йорктың ортасындағы үйлер сала бастайды. 1978 жылы ол әлемге әйгілі Гранд Хаят деген қонақ үйін салады. Сөйтіп барлығы оны тани бастайды. Одан кейін өзінің Трамп Тауэрс деген өзінің атымен уже бір үлкен бизнес-центр салады. Ол тек құрылыс иесі емес, сонымен қатар брендті дамыта білді. Әйгілі Трамп деген ат әлемге әйгілі болды, және Трамп деген Тауэрс, Трамптың бизнес-центр, жалпы Трамп салған жаңағындай құрылыстардың барлығы сапалы, жақсы екеніне барлығы көзі жетіп, және сол Трамп Билдинг деген компаниясы оның әлемге әйгілі болып, кәдімгіше уже бренд болып кетті ғой, Трамп деген бренд болып кетті. 1990 жылы қаржылық дағдарысқа ұшырап, Трамп жалпы банкротқа ұшырайды, бірақ банктермен келісіп, жаңа қарызды реструктуризация жасап, қарызды бірнеше жылға бөліп тастайды. Банктың бәрі ойлайды, Трамп жақсы салады, оның бренді бар, оны банкрот қылғанша давайте отсрочка берейік деп, оған кәдімгіше үлкен жылдарға отсрочка береді, қарыздарын жабуға тырысады Трамп, ары қарай жаңағындай үйлерді сала береді. Жаңа қаланың ішіндегі бизнес-центрлер, үйлер, кішкентай үйлер, үлкен үйлер, түрлі үй салады, бірақ ол ең бастысы өзінің атын шығаруға, Трамп именно Билдинг деген атын шығаруға тырысты. 2004 жылы ол The Apprentice деген телешоу ұйымдастырады. Сол телешоудың арқасында миллиондаған жаңағындай ақшалар таба бастайды, және өзінің атын тағы да шығара бастайды. Осылайынан ол тағы да өзінің брендін дамытып, телешоу арқылы бүткіл Америкаға танымал болып шығады. Ал 2016 жылы ол ақш президенті болып тағайындалады. Бұл уже бизнесінің қайнаған кезі және танымал болған кезі. Ол бірнеше рет болған деген бизнес жаңағы президентке үміткер болған, бірақ 2016 жылы нақты ол ақш президенті болып тағайындалады. Сонымен Дональд Трамп бай отбасынан шықты, бірақ ол стратегияны дұрыс қолданып, өзінің атын дұрыс шығара алып, және жеке брендті дамыту арқылы биік шыңдарға жетті. Бизнестің биік шыңына жетті, одан қасы 2 рет ақштың президенті болды. Егер сізге осындай видео ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып маған тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Сіздермен болған Шыныбаев Марғұлан.